Оқушылар, қазір болатын сабағымыз дүниетану сабағы. 5-ші сабақ 16-17 беттерді ашып дайындала қойыңдар. Бүгінгі сабағымызда танысатын тақырыбымыз отбасы шығыстары қалай жоспарланады. Оқушылар әр отбасының өзінің қаржылық табысы болады. Бұл отбасы мүшелерінің алатын еңбекақысы мен тағы да басқа табыстары. Әр отбасының табысы әртүрлі болады. Әр отбасыда ересек адамдар өз қаражатын тиімді жұмсауға тырысады, және олардың өзіндік алатын орындары бар. Мысалға, азық-түлікке, киімге, білім алуға, дәріге және тағы басқа заттарға жұмсалады. Оқушылар өз отбасының шығындарын есептеуге көмектес. Ата-анаңнан шығынды болмас үшін қандай кеңестер алуға болатынын сұрап көр, және 16-17 беттерді ашып мұқият түсініп оқуға тырыс. Бұл отбасылық тақырып болғандықтан ата-анаңнан сұрауға тырыс. Өздерінен кері байланыс күтетін боламын. Кері байланысты толық жіберуге тырысыңдар. Белсене қатысқан оқушыларға алдын ала жарайсыңдар дегім келеді.